Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз алгебра пәнінен 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының 2-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма: мына берілген теңдеуін ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 түріне келтіріңдер және бірінші, екінші бос мүшені көрсетіңіз. Оқушылар, ең алдымен жақшыларды ашып аламыз. Екі өрнектің қосындысының квадратына келіп тұр екен, яғни қысқаша көбейту формуласын қолданып жақшаны ашамыз. Сонда бірінші өрнектің квадраты плюс 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі плюс қосамыз 5x-ті 3x-ті жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп шығарамыз. Сонда 3x квадрат минус 24x болады. Енді барлығын сол жаққа жинақтайық. X квадрат 4x пен 5x 9x болады. Плюс 4 минус 3x квадрат болып таңбасы өзгеріп ауысады. Плюс 24x тең болады 0-ге. Минус 3x квадрат пен x квадрат минус 2x квадрат болады. 9x пен 24x таңбалар бірде қосылады. Және қосу 4 тең болады 0-ге. Енді бірінші және екінші мүшесін жазатын болсақ, a тең болады минус 2-ге, b тең болады 33-ге, бос мүшесі тең болады 4-ке. Келесі оқушылар, екінші тапсырмада берілген түбірлер бойынша келтірген квадрат теңдеуді құрастырыңыз дейді. Және мұнда да сондай, берілген түбірлер бойынша келтірген квадрат теңдеуді құрастырыңыз дейді. Негізі мұнда төмендегі теңдеулердің қайсысы келтірген квадрат теңдеулер деген тапсырма болу керек. Енді қайсы квадрат теңдеу екенін анықтау үшін жалпы a бізде 1-ге тең болу керек. Мұнда 3-ге тең болып тұр, 3-тен 1-ге тең болып тұр, мұнда минус 1, мұнда 4-ге тең болып тұр. Мінекей мұнда x квадраттың алдында 1 бар деген сөз. Демек мінекей a 1-ге тең осы келтірген квадрат теңдеу болады. Енді b тапсырмасында берілген түбірлер бойынша келтірген квадрат теңдеуді құрастырыңыз. Мұндағы x1 бізде оқушылар 5-ге тең, x2 минус 2-ге тең екені. Келтірген квадрат теңдеу негізгі формуласын жазып аламыз. X квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0-ге. Енді вет теоремасы бойынша x1 мен x2-ні қосатын болсақ, ол тең болады минус p-ға, ал x1 мен x2-ні көбейтетін болсақ, ол тең болады q-ға. Сонда біз 5 пен қосамыз минус 2-ні, ол тең болады 3-ге. 5-ке көбейтеміз минус 2-ні, тең болады минус 10-ға. Енді формуласын жазатын болсақ, сонда x квадрат, мұнда мінекей бізде минус p болу керек, сонда минус 3x деп аламыз. Минус 10 тең болады 0-ге. Сонда бізде x квадрат минус 3x минус 10 тең болады 0 деген теңдеу шығып тұр екен. Мінекей x квадрат минус 3x минус 10 тең болады 0. Демек v нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Енді келесі үшінші тапсырмада 4x квадрат минус 8x қосылған c тең болады 0 квадрат теңдеуі берілген. Астында c параметрін қандай мәнінде теңдеудің өзара тең екі түбірі бар. Оқушылар, өздерің білесіңдер, бізде теңдеудің 1-2 түбірі болу үшін дискриминант 0-ге тең болу керек. Енді d-ның формуласын жазатын болсақ, b квадрат минус 4ac болады. Енді осы формуланы біз 0-ге тең алайық. Енді орнына қоятын болсақ, b бізде минус 8-ге тең, квадраттаймыз. Минус 4, көбейтеміз, a-ның орнына 4-ті қоямыз, c-ның орнына c-ның өзін қоямыз. Минус 8-дің квадраты 64, минус 16, c болады. Минус 16 c деп аламыз да, 64-ті теңдіктің оң жағына қарама-қарсы таңбамен ауыстырамыз. Сонда c тең болады минус 64. Негізі 2 минус болған кезде таңбаларын алып тастасақ та болады. Минус 64 бөлеміз минус 16-ға. Сонда c тең болады 4-ге. Келесі оқушылар, b тапсырмасы бойынша теңдеудің осы түбірлерін табыңыз. Берілген ең бірінші теңдеуіміз 4x квадрат минус 8 плюс c еді, соны c-ның орнына 4-ті қоямыз. Енді d-ны табатын болсақ, b-ның орнына минус 8 қоямыз, квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген a-ның орнына 4-ті қоямыз.
көбейтеміз 4-ті. Квадрат 64 болады. 4-ті көбейтеміз, минус 64 тең болады 0-ге. Енді x-ті табатын болсақ, x1 мен x2 екеуі тең болады. Минус b бөлінген 2a деген формуланы қолданамыз. Формулада минус бар, мұнда минус 8 болады. 2 көбейтілген 4 тең болады 1-ге. Сонда оқушылар жауабы x1 мен x2 тең және мәні 1 екен. Мынадай теңдеу берілген, теңдеудің түбірлерін таппай төмендегілерді табыңыз. x1 мен x2-ның қосындысын және олардың көбейтілсін және олардың бөлшек түрінде берілген қосындысын. Оқушылар, бізде бет теоремасы бойынша x1 мен x2-ның қосындысы тең болады минус p-ға. Ол тең болады, мінекей, минус p деп болатын болсақ, минус 17-ның қарама-қарсы таңбамен аламыз да, ол тең болады 17-ге. Ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі q-ға тең болады. Бет теоремасы бойынша осының алдындағы есептерді көрсеткен болатынмын, ол тең болады 72-ге. Мінекей, q-я. Енді p тапсырмасы бойынша екеуін қосамыз. Ортақ бөлме келтіреміз. x1, x2 болады. Мұнда x2-ні береміз. Мұнда x1 береміз. Көбейтеміз, x2 болады. Қосу x1 болады. А тапсырмасында оқушылар x1 мен x2-ның көбейтіндісі 72 болған. Ал олардың қосындысы 17 болған. Мінекей, осылай қалдырамыз. Енді 5-ші тапсырмада мынандай квадрат үш мүшелігі берілген. Осы үш мүшеліктің толық квадратын айырамыз. Онан кейін b тапсырмасы бойынша квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктейміз. Енді оқушылар, осыны біз екі өрнектің қосындысының квадраты түрінде келтіруіміз керек. Немесе мұнда азайту екен, азайту түріне келтіреміз. Сонда x-тің өзін жазып аламыз. X квадратсыз аламыз да, минус 6x-ті бөлеміз 2-ге, сонда 3 болады. X алмаймыз, сонда минус 3, осыны квадрат деп аламыз. Енді бұны жақшаны ашатын болсақ, сонда x квадрат минус 6x плюс 9 болады. Мұнда бізде 5 теңіз шығу керек. Плюс 5 шығу үшін 9-дан азайтамыз 4-ті. Мінекей, осылай қалдырамыз. Енді b тапсырмасы бойынша бізде квадрат үш мүше түріне, яғни жіктеу керек бізде. Сонда ең алдымен осының формуласын жазып қояйықшы. ax квадрат қосылған bx қосылған s тең болады a x азайтылған x1 x азайтылған x2. Ең алдымен x деп тауып аламыз. Мына теңдеуді алатын болсақ, d тең болады b квадрат минус 4ac тең болады. b бізде минус 6-ға тең, квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген a 1-ге тең, s 5-ге тең. Квадраттан 36 болады, мына көбейткен кезде минус 20 болады, сонда дискриминант 16-ға тең болады. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус d бөлінген 2a тең болады. b бізде минус 6, формулада минус бар, сонда 6 болады, плюс минус түбір астында 16, 2 көбейтілген 1 тең болады. 6 плюс минус 4, 16 4 болып шығады, бөлеміз 2-ге. x1 мен x2-ні табатын болсақ, 6-ға қосамыз 4-ті 10, бөлеміз 2-ге 5 болады. 6-тан 4 азайтамыз 2, 2 бөлеміз 1 болады. Енді x квадрат минус 6x қосылған 5 квадрат үш мүшесін көбейткішке жіктеген кезде a бізде 1-ге тең болып тұр екен. a-ны жазбай қоямыз да, x азайтылған 1, x азайтылған 5 деп аламыз. Енді оқушылар, келесі 6-шы тапсырмада берілген теңдеу бойынша мынандай теңдеу берілген. А тапсырмасында теңдеудің мүмкін мәндер облысын анықтаңыз. Б-сында рационал теңдеуді квадраттық теңдеу түріне келтіріңіз, ал В-да рационал теңдеуді шешіңіз. Оқушылар, мүмкін мәндер облысын алатын болсақ, мына бізде бөлшектің бөлімін нөлге айналдыратын сандарды біз, яғни мүмкін мәндер облысына жатқызамыз да, сонда x тең емес 2 деп аламыз. Ал мұнда x тең емес минус 2 деп аламыз. Мұнда біз 2-ні қоятын болсақ, 0 болады да, осы теңдеудің
мағынасы болмай қалады. Мұнда мінекей минус 2-ні қоятын болсақ, минус 2, 2, екеуі 0 болады да, осы теңдеудің мағынасы болмайды. Демек, бірінші тапсырма бойынша 2 және минус 2 болады екен. Мұнда оқушылар бізде А, Б, В деп берілген екен. Сендер 1, 2, 3 деп алсаңдар болады. Немесе мұнда турлап жазып қойсақ, А, мынау Б, келесі В болады. Енді осыны квадрат теңдеу түріне келтіруіміз керек. Ол үшін ортақ бөлме келтіреміз. Ортақ бөлме келтіретін болсақ, x минус 2 x плюс 2 болады. Мынау оқушылар x квадрат минус 4-ті ашатын болсақ, x минус 2 x плюс 2 болып ашылады. Сонда мұнда 1 береміз. Мұнда x минус 2-ні береміз. Мұнда x плюс 2-ні береміз. Енді көбейтетін болсақ, сонда x квадрат плюс 2x болады. Мұнда минус 5 пен x2 көбейтіліп минус 5x болады. Плюс 10. Мұнда 8. Минус 8 болып қосады. Тең болады 0-ге. Енді оқушылар, мұнда біз x минус 2 x плюс 2 деп мұнда жазып, алымына 8 жазып, соң бөлімден алып тастасақ та болар еді. Бірден жазып кете салдым. Енді бөлімін алып тастаймыз да, тек қана алыммен жұмыс жасайтын боламыз. Сонда x квадрат, мұнда плюс 2x минус 5x минус 3x болады. Мұнда плюс 2 болады. Енді v тапсырмасы бойынша осы теңдеуді шешу керекпіз. Сонда d тең болады b квадрат минус 4ac тең болады минус 3-тің квадраты минус 4 көбейтеміз 1-ге, көбейтеміз с 2-ге тең. Сонда 9 минус 8 тең болады 1-ге. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус d бөлінген 2a тең болады 3 плюс минус 1-десін жазып кете салайын, 1 болады, мұнда 2 болады, тең болады 3-ге 1-ді қосамыз 4 бөліміз 2, 2 болады. 3-тен 1-ді азайтамыз 2 бөліміз 2, 1 болады. Сонда жауабы 2 және 1 болады. Енді оқушылар, соңғы тапсырмасы теңдеуді шешіңіз. Оқушылар, мұндағы модулінің астындағы x-ті басқа айнымалымен алмастырып алсақ болады. Модулінің астындағы x тең болады t деп алсақ болады, немесе өздерінің кез келген бір әріппен алсаңдар болады. Сонда t квадрат минус 8t қосылған 12 тең болады 0-ге. Минус 4асы минус 8-дің квадраты минус 4 көбейтеміз а бізде 1-ге тең, с 12-ге тең. Сонда 64 азайтылған 48 тең болады 16-ға. Енді t1 мен t2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус d сонда минус, мұнда минус 8 плюс 8 болады. Плюс минус 16 бізде түбірастан 4 болып шығады. Бөлеміз 2-ге тең болады. 8-ге қосамыз 4-ті, 12 бөлеміз 2, 6 болады. 8-ден азайтамыз 4-ті, 4 бөлеміз 2, 2 болады. Сонда оқушылар, бізде модулінің астындағы x тең болды t-ға, яғни модулінің астындағы x тең болады 6-ға. Сонда x1 мен x2 тең болады плюс минус 6-ға. Мұнда да дәл сондай модулінің астында x тең болады 2-ге. Сонда x1 мен x2 тең болады плюс минус 2-ге. Сонда модулінің астында плюс 2 болса да, минус 2 болса да, ол модулінің астында оң таңбалы болып шығады. Енді сонда жауабы минус 6, минус 2, 2 және 6 болады. Сонымен оқушылар, өздерің көріп тұрғандай ТЖБ-ның 7 тапсырмасын толық талдап аяқтадық. Егер қажет болса, каналымда бірінші нұсқасы бар. Және оқушылар, алгебрадан бөлек физика және геометрия пәндерінің сабақтары бар. Каналға кіріп қажетті сабақтарымды көрсеңдер болады. Сау болыңдар.